Сіздердің араларыңызда Madwavetер бар ма? Ендеше экранға жақында айтсыңыздар. Өйткені Madman тобы GAK арнасымен шығармашылығында болып жатқан соңғы жаңалықтармен бірінші болып бөлісті. Сонымен біз камбэкті жоспарлап отырмыз. Бұл ең басты жаңалықтарымыздың бірі болар. Сондықтан Madwavetер кішкене шыдамдылық танытыңыздар. Өйткені біз сіздерді таңғалдырмақпыз. Жігіттер таңғалдыруды бастап та кеткен. Олар жақында көпшіліктің назарына өздерінің Періштем атты әнін жаңа форматта ұсынбақ. Біз Періштем деген жаңа композициямызды студиялық форматта жарыққа шығарамыз. Әрине сіздер оны тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Madman жанкүйерлерін толғандырып жүрген сұрақтарға да жауап бермек. Тек оның жауабын камбэктен күтесіздер. Біздің тыңдармандарымыздың бәрі бір сұрақтың жауабын әлі таба алар емес. Бұл неге біздің әндеріміздің бәрі б әрпінен басталады деген сауал. Оған біз жауап беруге дайынбыз. Алайда осы және өзге де сұрақтардың жауабы камбэкте болады. Оны жігіттер жаз айына дайындауда. Енді әлі түсініксіз, бірақ камбэкті жазда болады деп белгілеп отырмыз. Көптен күткен камбэкте Madman тобының образдары да өзгеше болады. Оған жігіттер қазірден бастап кіріскен. Біз мүлдем басқа образбен шығамыз. Осыған дейін көрген образдардың бірі де болмайды. Қызық болады. Қазірден бастап Рэмнің шашының түсі қандай боларын ойлана беріңіздер. Рэм біздің әлі шашын боямаған жалғыз солистіміз. Сондықтан бұл өте көңілді болатын шығар. Өзіміз күтіп жүрміз. Madman тобының композициялары неге б әрпінен басталады? Олардың жаңа әні не жайлы болмақ? Және Рэм шашын қандай түске бояйды? Бұл сұрақтардың жауабын әзірше біз білмейміз. Алайда жақында толық ақпаратты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан арнамыздан ауыспаңыздар.